Таңғы тыныштықты жарып шыққан бір ауыз сөз кейде адам өмірін екіге бөледі екен. Ол сөз әдейі айтылған жоқ, ашумен де емес, тіпті ойланбай шыққандай болды. Енем еруде болса да қызда екен. Бұл сөз балнедан шығып келе жатқан күйеу баласының аузынан қалай шығып кеткенін өзі де аңғармай қалды. Үстінде үй киімі, шашы әлі тарап үлгермеген, даусы да қатты емес еді. Бірақ сол бір сөйлем үйдің ішін жаңғырықтай аралап, қабырғаларға соғылып, еденге сіңіп кеткендей болды. Ас үйде тұрған ене Айсұлу апай қолындағы шәйнегін плитаға қоя алмай бір сәт қатып қалды. Құдды уақыт тоқтап қалғандай. Қайнамаған су да, ашылмаған күн де сол күйі ілініп тұрды. Естідім бе? Әлде құлағыма елестеді ме? Ол іштей өзіне сұрақ қойды. Бірақ жүрегі шым ете қалғаны бәрінен анық белгі еді. Айсұлу апай 50-ге енді толған. 3 баланы өсіріп, жалғыз қалған әйел. Күйеуі 10 жыл бұрын ауыр науқастан кеткен. Содан бері бар өмірі, балалар, немерелер, үйдің тыныштығы. Өзін ешқашан әдемімін, жас көрінемін деп ойламаған. Айнаға қарауға да уақыты болмаған жылдар артта қалды. Таңертең ерте тұрып, кешке шаршап құлайтын күндер. Бірақ соңғы жылдары айналасындағылар: "Апай, сіз әлі жас көрінесіз ғой. Өзіңізге қарайсыз екен" деп қалатын. Ол оны жай сыпайылық деп қабылдайтын. Ал мына сөз, бұл басқа. Күйеу баласы Нұрлан ас үйге кірді. Әдеттегідей емес, көзін төмен салып. Сол сәтте Айсұлу апай оның жүзіне тіке қарады. Еріксіз. Бір ауыз сөздің салмағын сол көз қарастан өлшегісі келгендей. "Шай дайын ба, апа?" деді ол асығыс. Даусы дірілеп кетті. Өзі де байқады. "Әлі жоқ", деді Айсұлу апай жай ғана. Екеуінің арасында ауыр үнсіздік орнады. Бұл үнсіздік айқайдан да қорқынышты еді. Ол не айтты? Неге айтты? Маған ба? Өзіне ме? Айсұлу апайдың санасында сұрақтар бірінен соң бірі тізіліп жатты. Қызы Гүлнұр әлі ұйықтап жатыр. Жас ана. Түнде баламен көп әуреленген. Ол бұл сөзді естімеді. Бірақ естімегені жақсылық па, әлде ертеңгі ауыр шындықтың бастамасы ма, белгісіз. Айсұлу апай шайды қойып жүріп, өз-өзіне қатты ашуланды. "Мен неге бұған мән беріп тұрмын? Ол күйеу балам, мен енемін, бітті." Бірақ жүрек бұйрыққа бағынбайды екен. Нұрлан асығыс шай ішіп, жұмысқа кетуге қамданды. Шығып бара жатып, бір сәт тоқтады. Айтқысы келген бірдеңе бардай, бірақ айта алмады. "Апа", деді де жұтып қойды. "Мен кешіріңіз." Айсұлу апай басын изеді. Бірақ не үшін деген сұрақты дауыстап айтуға айтуға шамасы келмеді. Есік жабылды. Үй қайтадан тынышталды. Бірақ бұл тыныштық алдындағы дауылдың алдындағы тыныштық екенін Айсұлу апай сол сәтте-ақ сезді. Ол терезеге қарап ұзақ тұрды. Күн шығып келе жатты. Ал оның ішінде бұрын болмаған бір ауыр сезім оянып келе жатқан еді. Айсұлу апай сол түні ұйықтай алмады. Көзі ілінсе де, санасы сергек. Төбеге телміріп жатып, өмірінің әр кезеңі көз алдынан кино лентасындай өтіп жатты. Қай жерде қателестім? Қай жерде өзімді ұмыттым? Бірақ нақты жауап жоқ. Тек өткен шақтың ауыр демі ғана бар. Ол 18 жасында ұзатылған. Ол кезде ауылда қыз баланың таңдауы көп болмайтын. Әкесі жақсы жігіт, үйі бар дегенде қарсы сөз айту ұят саналатын. Айсұлу да үнсіз келіскен. Күйеуі сабыр, момын, еңбекқор адам еді. Сүйіп қосылмаса да сыйластық болды. Бірақ жастық шақтағы нәзіктік, еркелік, әйелге тән сезімдер Айсұлуға бұйырмады. Бір баладан соң екіншісі, артынан үшіншісі дүниеге келді. Ол ана болды, келін болды, үйдің тірегі болды. Ал әйел деген атау біртіндеп көмескіленіп кетті. Айнаға қарауға уақыты болмады. Шашын өріп, басына орамал тарту әдет. Үстіндегі киім де біреудің көзіне түсу үшін емес, үй шаруасына ыңғайлы болу үшін таңдалатын. Сабыр ерте кетті. Сол күні Айсұлу апай әлі есінде. Аурухана дәлізінде отырғаны, қолындағы орамалын қысып, көз жасын көрсетпеуге тырысқаны. 3 баланың болашағын ойлап, сол сәтте жылауға да қорықты. Содан бері ол өзін толықтай балаларға арнады. Гүлнұр кенжесі, ең ерке болғаны. Қалаға оқуға кеткенде Айсұлу апайдың жүрегі бір бөлігін жоғалтқандай болған. Қызын ұзатқанда да солай. Бірақ қыз қонақ деген сөзге көнді. Қазір міне сол қыздың шаңырағында отыр. Немересін бағып, қолғабыс жасап жүр.
Мен тек анамын, тек енемін. Ол осы сөзді өзіне қайта-қайта қайталады. Таң ата бере Айсұлу апай тұрып кетті. Әдеттегіше ерте. Үй әлі ұйқыда. Ас үйге кіріп терезені ашты. Салқын ауа бетіне соғып, ойларын сәл сейілткендей болды. Ол дастарханды жайып жүріп, байқаусызда айнаға көзі түсті. Бір сәтке тоқтады. Жімішке әжімдер. Бірақ көзінде әлі от бар. Жүрісі түзу, даусы сабырлы. Өмір оны сындырмаған, тек үнсіз еткен. Қызда екен, деген сөз еріксіз есіне түсті. Ол басын шайқады. Жоқ, Айсұлу, деді өзіне сыбырлап. Сен қыз емессің, сен анасың, енесің. Бірақ сол сөз жүрегіне қадалып қалған еді. Таңғы асқа Гүлнұр шықты. Көздері ұйқысы қанбаған, шашы жиналмаған. Анашым, түнде жақсы ұйықтамадыңыз ба? Деді ол күмәнмен. Жоқ, бәрі жақсы қызым, деді Айсұлу апай жымиып. Ана жүрегі өтірікті жақсы айтады екен. Гүлнұр шай ішіп отырып, күйеуіне ренжулі екенін байқатты. Нұрлан соңғы кезде өзгеріп кетті, деді ол күрсініп. Үнемі ойлы, үндемейді. Айсұлу апайдың қолы дірете қалды. Жұмыстан шаршаған шығар, деді ол сабыр сақтап. Айтайын ба, айтпайын ба? Ол бұл сұрақты іштей мың рет қойды. Бірақ ана ретінде ол қызын қорғауы керек. Ал ене ретінде отбасының берекесін ойлауы тиіс. Осы екі міндет оның жанын екіге бөлді. Кешке қарай Айсұлу апай жалғыз қалдалды. Немересі ұйықтап жатыр. Гүлнұр дүкенге кеткен. Үйде тыныштық. Сол тыныштықта ол бір нәрсені анық түсінді. Кеше айтылған сөз жай сөз емес. Ол өткен өмірінен қашып келген сезімнің қайта оянуы еді. Ал ол сезімнің арты неге апаратынын Айсұлу апай білмейтін. Бірақ бір нәрсе анық болды. Бұл үйде бұрынғыдай жайбарақат өмір енді болмайды. Гүлнұр өз өмірін бақытты санайтын. Кем дегенде солай ойлауға тырысатын. Қалада тұрады, күйеуі бар, баласы бар. Әлеуметтік желіде бәрі әдемі. Күлімдеген суреттер, мерекелік дастархан, отбасы бақыт деген жазулар. Бірақ шындық суретке сыймайтын. Гүлнұр таңертең баласын көтеріп ас үйге кіргенде, күйеуінің орнында жоқ екенін байқады. Бұл соңғы кездері жиілеп кеткен. Нұрлан кейде ерте кетеді, кейде кеш келеді. Себеп жұмыс, әрдайым сол. Неге бұрынғыдай сөйлеспейміз деп сұрағысы келеді. Бірақ сұрамайды, өйткені жауаптан қорқады. Олар үйренгенде бәрі басқаша еді. Нұрлан сөзге шешен, көңілді, Гүлнұрда алақанына салғандай қарайтын, бірге серуендейтін, жоспар құратын. Ал қазір әрқайсысы өз ойымен, өз әлемінде жүргендей. Гүлнұр кейде өз-өзіне, мүмкін мен өзгердім бе деп сұрайды. Бала туғаннан кейін айнаға сирек қарайды. Шашы әрдайым жиналған, үстінде де киімі ыңғайлы болу үшін ғана. Ал күйеуі, оның көзінде бұрынғы жылулық азайғандай. Сол күні түстен кейін Гүлнұр анасына қарап отырды. Айсұлу апай немересін тербетіп отыр. Қолдары әжімденген, бірақ қозғалысы жеңіл. Бала оған тез тынышталады. Анам әлі мықты, деп ойлады Гүлнұр. Осы ойдың артынан бір белгісіз мазасыздық келді. Ол анасының жүзіне үңіліп қарады. Кеше кешкісін бір түрлі, үнсіз. Әдетте бәрін сұрап, ақыл айтып отыратын анасы бүгін тым тыныш. Анашым, сізге бұл жерде қиын емес пе? Деді ол абайлап. Жоқ қызым, деді Айсұлу апай. Немерем барда бәрі жақсы. Бірақ Гүлнұр анасының көзінен әлде бір ауырлықты байқады. Ана жүрегі бәрін сезет деген рас екен, бірақ қыз жүрегі кейде өзінен қашады. Кешке Нұрлан үйге келді, үндемей киімін ауыстырды. Баласын қолын алды, бірақ ойы басқа жақта екенін Гүлнұр бірден сезді. Жұмыста бірдеңе болды ма? Деді ол. Жоқ, деді Нұрлан қысқа ғана. Сол жоқ олардың арасындағы әңгімені де тоқтатты. Ас үстінде Айсұлу апай екеуін сырттай бақылап отырды. 3 адам бір үстел басында. Бірақ әрқайсысы өз ойымен жалғыз. Нұрлан кейде көзін көтеріп енесіне қарап қояды. Сол сәттерді Айсұлу апай байқап қалды. Жай қарас емес. Бір сәтке ғана, бірақ тым анық. Ол көзін тайдырып әкетті. Бұл менің қиялым. Болуы мүмкін емес. Ол өзін тағы да тоқтатты. Түнде қарай Гүлнұр баласын ұйықтатты да, терезе жанында ұзақ тұрды. Қала шамдар жанып тұр, сырттай бәрі жарқыраған. Нұрлан, деді ол ақырын. Біз біртүрлі алыстап кеткен сияқтымыз. Нұрлан жауап бермеді, тек шаршадым деді. Гүлнұр жылады, ішінен ғана.
дауыс шығармады. Ал көрші бөлмеде Айсұлу апай отырды. Ол бұл үйдің ішіндегі үнсіз дағдарысты анық сезіп отырды. Сол түні әрқайсысы өз оймен ұйықтады. Бір шаңырақта үш түрлі жалғыздық. Ал бұл жалғыздықтың бір-бірімен байланысы бар екенін олар әлі толық түсінбеген еді. Айсұлу апай соңғы күндері өзіне өзі сыймай жүрді. Бұрын байқалмайтын ұсақ түйек енді көзге ұрып тұрғандай. Үйдің ішіндегі ауа да өзгергендей, ауыр, тығыз. Ол таңертең ерте тұрып, ас үйде жалғыз қалуды әдетке айналдырды. Сол тыныштықта ойымен оңаша қалғысы келеді. Бірақ ой қашпайды, қайта мазалай түседі. Нұрланның жүрісі өзгерген. Бұрын енесін көрсе сәл иіліп амандасып, көзге тіке қарамай өтетін. Қазір кейде тоқтап қалады. Артық сөз айтпайды. Бірақ көз қарасы ұсақтау. Бірде Айсұлу апай баланы жуындырмақ болып, ваннадан шығып келе жатқанда, Нұрлан дәлізде қарсы ұшырады. Тар жер. Өтіп кетуге болады. Бірақ ол бір сәт: "Апа, ауыр емес пе?" деді ол баланы меңзеп. "Жоқ", деді Айсұлу апай. Дауысы сабырлы шықты, бірақ жүрегі дүрсілдеп кетті. Ол өзіне өзі ашуланды. Неге мен бұлай қабылдап тұрмын? Ол жай ғана сыпайылық қой. Бірақ ішкі сезім оны алдамайтынын өмір үйреткен. Кейде ол қызының жоқтығын пайдаланып ұзақ отырып қалады. Телефонға үміліп отырғандай көрінеді, бірақ көз қиығымен ас үй жаққа қарайды. Айсұлу апай мұны да байқады. Ол өзін кінәлі сезіне бастады. Мүмкін мен өзіме артық мән беріп жүрген шығармын. Мүмкін жастық шаққа деген сағынышым осылай көрініп жатқан болар. Сол күні түстен кейін Гүлнұр баласын алып қыдыруға шығып кетті. Үйде Айсұлу апай мен Нұрлан ғана қалды. Үй тым тыныш еді. Айсұлу апай бөлмесінде отырып тігін тігіп отырған. Кенет ас үйден ыдыстың сыңғыры естілді. "Апа", деді Нұрлан, "шәйнек қайнады ма?" "Қазір шығамын", деді ол. Ас үйге кіргенде Нұрлан незе алдында тұр екен. Арқасымен тұрса да, Айсұлу апай оның мазасыз екенін сезді. "Апа", деді ол тағы да. "Иә?" Нұрлан бір сәт үндемей тұрды. Айталмай тұрған сөзінің салмағы екеуіне де сезілді. "Сіз", деді де тоқтады. "Жоқ, ештеңе емес." Айсұлу апайдың жүрегі шым ете қалды. "Айта бер, балам", деді ол. Кейде, Нұрлан жұтынды. Кейде адам өзі де түсінбейтін ойларға тап болады екен. Ол осы жерден әрі аса алмады. Айсұлу апай бір қадам артқа шегінді. Дауысы қатты шықпасын деп барынша сабыр сақтады. "Ой, жел сияқты", деді ол. "Бірақ адам сол желдің қайда соғатынын өзі шешу керек." Нұрлан басын изеді. Көзі төмен қарады. Осы сәт Айсұлу апай үшін бәрін анықтап бергендей болды. Бұл жай елес емес. Бұл күдік емес. Бұл шекараға жақындау еді. Сол кеште Гүлнұр үйге қуанып келді. Баласы күліп жүр. Ол ештеңе сезбеді. Ал Айсұлу апай сол түні өз бөлмесінде ұзақ отырып қалды. Тас қараңғыда. "Мен бұл жерде қалмауым керек пе? Әлде бәрін тоқтататын бір ауыз сөз айтуым керек пе? Бірақ қай сөз, қалай?" Ол ең қорқынышын түсінді. Бұл жағдайды уақыттың өзі шешпейді. Ал ертең тағы бір сынақ күні болатынын ол жүрегімен сезіп отырды. Үйдің ішінде үнсіздік көбейген сайын әр дыбыс анық естіле бастады. Сағаттың тықылы, шәйнектің қайнауы, едендегі аяқ дыбысы, бәрі біртүрлі ауыр. Айсұлу апай енді бұрынғыдай еркін жүре алмады. Әр қадамын өлшеп басады. Әр сөзіне абай. Өзіне таныс үй енді бөтен сияқты. Таңертең дастархан басында үшеуі отырды. Гүлнұр баласына тамақ беріп әлек. Нұрлан телефонға үмілген. Айсұлу апай шай қиып отыр. "Бүгін анам ауылға барып қайтсам деп еді", деді Гүлнұр бейқам дауыспен. Айсұлу апайдың қолы бір сәтке тоқтап қалды. "Қашан?" деді ол. "Ертең немесе бүрсігүні, 1-2 күнге." Нұрлан басын көтерді. Көздері енесіне бір сәт қадалды да, қайта төмен түсті. "Жақсы", деді ол қысқа ғана. Сол жақсы Айсұлу апайдың жүрегін ауыртып жіберді. Ол қуанып тұр ма? Әлде жай ғана бейтарап па? Күн бойы ол өзін-өзі бақылаумен болды. Айнаға қарамауға тырысты. Үстіндегі киімін де қарапайымырақ таңдады. Шашым қаттырақ байлады. "Мен мұнда ешкімге себеп болмауым керек", деп қайталады ішінен. Ал Нұрлан? Ол да бұрынғыдай емес. Үйде ұзақ, бірақ кетер алдында бірдеңе айтқысы келетіндей есік алдында кідіріп қалады. Сол күні кешке Гүлнұр көршіге шақ кетті. Бала ұйықтап қалған. Үйде екеуі ғана. Айсұлу апай ас үйде ыдыс жуып тұрды.
Арт жағында біреу тұрғанын сезді. Бұрылып қараса, Нұрлан. Апа, деді ол жай ғана, мен сізді ренжітіп алған сияқтымын. Жоқ, деді Айсұлу апай дереу. Ренжіген жоқпын. Бұл шындықтың жартысы ғана еді. Кейде адам өз ойынан өзі қорқады, деді Нұрлан. Бірақ ой әрекет емес қой. Айсұлу апай ыдысты орнына қойды. Терең дем алды. Дұрыс, деді ол. Бірақ ойды әрекетке айналдырмай ұстап тұру нағыз адамгершілік. Нұрлан үндемеді. Сен менің күйеу баламсың, деді Айсұлу апай сөзін жалғастырып. Ал мен сенің енеңмін. Бұл шекара ешқашан бұзылмауы керек. Осы сөздерді айту оған оңай болған жоқ, бірақ айту керек еді. Нұрлан басын изеді. Көзіне өкініш те, ұят та араласқан. Мен түсінемін, апа. Сол сәтте Гүлнұрдың есік ашқан дауысы естілді. Екеуі де селк ете қалды. Айтылмаған сөздер ауада қалқып қалды. Кеш тыныш өтті, бірақ ол тыныштық жалған еді. Түнде Айсұлу апай тағы да ұйықтай алмады. Терезеден түскен ай сәулесі бөлмені жарық қылып тұр. Ол өз өмірін ойлады. Мен осы үйде қалсам, бәріне ауыр боламын. Ал кетсем, қызымды жалғыз қалдырамын. Ана жүрегі екі оттың ортасында қалды. Сол түні ол бір шешімге жақындай түсті. Бірақ ол шешімді айтуға әлі дайын емес еді. Ал бұл үнсіздік ұзаққа созылмайтынын ол анық сезді. Өйткені айтылмаған сөздер бір күні бәрібір жарылып шығады. Гүлнұр соңғы кезде өзін танымай қалғанда еді. Айнаға қараса өзі, бірақ көзіндегі бұрынғы сенім жоқ. Күлімдесе еріксіз, жыласа ішінен. Ол ешкімге шағынбайтын, әсіресе анасына. Анасы онсыз да көп көрді деп ойлайтын. Менің мұңымды көтермесе де болады. Бірақ жүрек жүк көтере бермейді екен. Түнде Нұрлан ұйықтап кеткен соң, Гүлнұр баласының қасына барып жатады. Баланың тыныс алғанын тыңдап өзіне күш жинайды. Сол ғана оны ұстап тұрғандай. Біз неге осылай өзгердік? Қай жерден айырылдық бір-бірімізді? Ол алғаш тұрмысқа шыққан күндерін есіне алды. Қарапайым той, үлкен үміт. Бәрі жақсы болады деген сенім. Ал қазір сол сенім сөніп бара жатқан шырақтай әлсіреген. Сол күні түстен кейін Айсұлу апай мен Гүлнұр ас үйде бірге отырды. Бала ұйықтап жатыр. Терезеден күн сәулесі түсіп тұр. Сырттай бәрі тыныш. Қызым, деді Айсұлу апай жай ғана. Жүрегінде бір ауыр нәрсе бар сияқты. Гүлнұр селк ете қалды. Ана жүрегін алдау мүмкін емес екенін сол сәтте түсінді. Жоқ, анашым, деді ол тез. Бәрі жақсы. Бірақ дауысы сенімсіз шықты. Айсұлу апай үндемеді. Қызының бетіне ұзақ қарап отырды. Сол көзқарас Гүлнұрдың ішіндегі бар қорғанды бұзып жіберді. Мен, деді ол жұтынып. Мен шаршадым, анашым. Көзінен жас ыршып кетті. Ол қолымен бетін жауып үнсіз жылады. Дауыс шармады. Тек ұйығы дірілдеп тұрды. Айсұлу апай орнынан тұрып қызын бауырына басты. Ештеңе сұрамады. Ана үшін кейде сұрақ артық. Мен жақсы әйел бола алмадым ба? Деді Гүлнұр жылап отырып. Әлде жақсы жар емес педім? Олай деме, қызым, деді Айсұлу апай жұмсақ дауыспен. Әйелдің бағасын тек бір адамның көңілімен өлшеуге болмайды. Гүлнұр басын шайқады. Ол бұрынғыдай қарамайды, деді ол сыбырлап. Кейде мен жоқ сияқтымын. Айсұлу апайдың жүрегі шым ете қалды. Мен сезген нәрсені ол да сезіп жүр. Бірақ ол өз күдігін айта алмады. Айтса, бәрі қиындай түсетінін білді. Кейде адамдар өз ішіндегі дағдарысты өзгеден көреді, деді ол абайлап. Бұл сенің кінәң емес. Гүлнұр терең дем алды. Кейде кеткім келеді, деді ол. Бірақ баламды ойлаймын. Ана болған әйел ешқашан әлсіз емес, деді Айсұлу апай. Сен тек өзіңді жоғалтып алма. Осы сөздер Гүлнұрдың жүрегіне сәл болса да демеу болды. Кешке Нұрлан үйге келді. Әдеттегідей салқын. Гүлнұр оған қарап отырып, бір кезде осы адамды қатты сүйгенін ойлады. Ал қазір араларында көзге көрінбейтін қабырға бар. Ал Айсұлу апай сол кеште бір нәрсеге анық көзі жетті. Қызының жаны жаралы. Ал бұл жараның себебі тек тұрмыстық қиындық емес. Ол өзіне үнсіз серт берді. Қандай жағдай болса да мен қызымды қорғаймын. Ал ол үшін мүмкін ең ауыр қадам жасауға тура келер. Нұрлан өзін жаман адаммын деп ешқашан ойлаған емес.
Ол да біреудің баласы, біреудің күйеуі, біреудің әкесі. Бірақ соңғы кезде өз ойынан өзі қорқатын күйге түскен. Ол түн ортасында оянып кететін болды. Төбеге қарап жатып, өткен өмірін ойлайды. Сол ойлардан қашқысы келеді, бірақ қашқан сайын соңынан қалмайды. Нұрлан әкесін ерте жоғалтқан. Ол кезде 12 жаста еді. Анасы ауыр еңбекпен күн көрді. Үйде әйел адамның бейнесі әрдайым шаршаған, үнсіз, бірақ мықты болып көрінетін. Анасы ешқашан еркелеткен жоқ. Еркек бол дейтін ғана. Сол сөз оның өмірлік ұранына айналды. Ерте жұмыс істеді, ерте есейді. Ал әйел дегенді ол екі түрлі қабылдайтын. Бірі әлсіз, күтімді қажет ететін. Екіншісі бар ауыртпалықты көтеріп жүрген, бірақ өзін ұмытқан. Гүлнұрды алғаш көргенде ол бірінші бейнені көрді. Нәзік, күлімсіреген, үмітке толы. Соған ғашық болды. Ал жылдар өте келе тұрмыс, бала, жауапкершілік бәрін өзгертті. Гүлнұр да анасына ұқсап бара жатқандай көрінді. Шаршаған, үндемейтін, өзін кейінге қойған. Ал Айсұлу апай, ол екінші бейнені еске салды, бірақ өзгеше. Шаршаса да өзін жоғалтпаған, сабырлы, тік жүретін. Даусы жұмсақ, бірақ ішінде қаттылық бар. Нұрлан осыны өзіне мойындағысы келмеді. Бұл дұрыс емес. Бұл ой болмау керек. Бірақ ойға тыйым салу ең қиын нәрсе екен. Сол күні ол жұмыстан ерте қайтты. Үйге кіргенде Айсұлу апай жалғыз отыр екен. Теледидар өшірулі, терезеге қарап отыр. «Саламатсыз ба, апа?» деді ол. «Келдің бе, балам?» деді Айсұлу апай. Дауысы тыныш, әдеттегідей. Нұрлан ас бөлмесіне өтіп кетті. Бірақ көңілі орнықпады. Бір сәттен соң қайта шықты. «Апа?» деді ол баяу. «Мен кейде өзімді түсінбеймін». Айсұлу апай оған бұрылып қарады. Бұл жолы көзін тайдырмады. «Адам өзін түсінбесе, біреуге ауыртпалық түсіруі мүмкін», деді ол. Бұл сөз Нұрланға қатты тиді. Өйткені шындық еді. «Мен ешкімге жамандық жасағым келмейді», деді ол. «Жамандық тек әрекетпен емес, үнсіздікпен де жасалады». Нұрлан басын салбыратты. Ол бұл үйде бәрінің ауыр екенін сезіп жүр, бірақ қалай дұрыс істеу керегін білмейді. Кешке Гүлнұр келгенде ол әйеліне ұзақ қарап қалды. Көзінің астында көлеңке бар, жүзі жүдеу. «Мен оны ренжіттім бе? Әлде өзімді жоғалтып алдым ба?» Осы сұрақтарға жауап таба алмады. Түнде ол ұйықтай алмады. Бір сәтте өзіне қатты ашуланды. «Мен не істеп жүрмін? Мен әке, күйеу, адаммын». Сол түні ол бір шешімге келді. Өзін де, өзгелерді де алдауды тоқтату керек. Бірақ бұл шешімді қалай жүзеге асыратынын ол әлі білмеді. Ал Айсұлу апай сол түні тағы бір нәрсені түсінді. Нұрлан жаман емес, бірақ әлсіз. Ал әлсіздік кейде ең қауіпті нәрсе. Бұл күн өзгелерден ерекше басталған жоқ. Таң атты, шай ішілді, бала күлді. Бірақ әрқайсысының ішінде бір белгісіз мазасыздық бар еді. Айтылмай жүрген сөздер ауада ілініп тұрғандай. Гүлнұр түске қарай баласын алып емханаға шығатынын айтты. Айсұлу апай қалатынын, үйді жинақ қоятынын жеткізді. Нұрлан жұмыста екенін айтып кеткен. Есік жабылған соң үйде терең тыныштық орнады. Бұл тыныштық бұрынғыдай жайлы емес, керісінше, қысым түсіретіндей. Айсұлу апай терезелерді ашып, үйді желдетті. Үстелді сүртті, артық нәрселерді орнына қойды. Әр әрекеті өз ойынан қашу секілді. «Мен мұнда уақытша адаммын», деді ол іштей. «Қызымның үйі, мен кетуім керек». Осы ойды бекітуге тырысқан сайын жүрегі ауырлай түсті. Сол сәтте есік ашылды. Нұрлан кірді. Ерте келген. «Жұмыста бір мәселе шығып, бүгін ерте жіберді», деді ол түсіндіргендей. «Жақсы», деді Айсұлу апай. Екеуі бір-біріне қарама-қарсы тұрды. Араларында бірнеше қадам ғана. Бірақ сол бірнеше қадам тұтас бір шекара секілді. Нұрлан орындыққа отырды. Айсұлу апай ас үйде шай қоюға кірісті. Әдеттегі әрекеттер, бірақ ішкі күйзеліс әдеттегі емес. «Апа», деді Нұрлан кенет. «Сіз кетемін деп ойлап жүрсіз бе?» Айсұлу апайдың қолы бір сәтке тоқтады. «Неге олай дедің?» деді ол. «Сезіледі», деді Нұрлан. «Сіз соңғы кезде алыстап кеттіңіз». Айсұлу апай шайнекті өшірді, терең дем алды. «Кейде алыстау ең дұрыс шешім, балам», деді ол. «Мен сізді ренжіткім келмейді», деді Нұрлан. Даусы баяу, бірақ анық. «Бірақ кейде ойлар өз бетімен кетеді». Айсұлу апай оған тура қарады. Бұл жолы қашпады.
Ойға келгеннің бәрі адам емес, деді ол. Адам сол ойға не істегені. Бұл сөз екеуінің де жүрегіне тиді. Бір сәтке үнсіздік орнады. Сол үнсіздікте Нұрлан орнынан тұрып, бір қадам алға шықты да, дереу тоқтады. Өзі де аңғарды, өзі де шошыды. Кешіріңіз, деді ол дереу. Мен шектен шыққым келмейді. Айсұлу апайдың жүрегі дүрсілдеп кетті. Бірақ жүзі өзгермеді. Дұрыс, деді ол сабырмен. Шектен шығу бір қадам емес. Ол іштен басталады. Нұрлан басын төмен салды. Ият, қорқыныш, өкініш, бәрі аралас. Мен бүгіннен бастап бәрін дұрыстағым келеді, деді ол. Онда ең алдымен, деді Айсұлу апай, Гүлнұрмен сөйлес. Ашық, адал. Осы сөз Нұрлан үшін ауыр болды. Бірақ қажет. Сол сәтте есік ашылып, Гүлнұр кірді. Бала ұйықтап қалған. Ол екеуін ас үйде көріп, бір сәтке тосылып қалды. Бірдеңе болды ма? Деді ол. Жоқ қызым, деді Айсұлу апай жымиып. Біз тек шай ішіп отыр едік. Бұл тағы бір айтылмаған шындық еді. Кешке қарай Айсұлу апай бөлмесіне кіріп, есікті жапты. Төсегіне отырып, ұзақ ойланды. Бүгін бір шекараға келдік, одан аттамадық. Бірақ ол шекараның бар екенін бәрі сезді. Ал бұл ең қауіпті кезең еді. Өйткені адам шекараны таныған сәтте, оны не күшейтеді, не бұзады. Айсұлу апай бұл түніде ұйықтай алмады. Бірақ бұл жолы ойы бұрынғыдай бытыраңқы емес еді. Бір арнаға түскендей. Ауыр болса да анық. Мен бұл жерде қалмауым керек. Бұл ой жүрегін тіліп өткендей болды. Өйткені бұл үй қызының үйі. Немересінің күлкісі осы жерде, ал ана үшін одан артық бақыт бар ма? Бірақ кейде кету, тастап кету емес, қорғау екен. Таң ата Айсұлу апай тұрып, жаймен жинала бастады. Айғай жоқ, асығыс жоқ. Әр затты қолына алғанда, өткен күндер көз алдына келді. Немересінің алғашқы күлкісі, Гүлнұрдың шаршаған жүзін жасырып күлген сәттері. Мен қызымның көз жасына себеп болмауым керек, деді ол іштей. Ас үйге шыққанда Гүлнұр жалғыз отыр екен. Шайын ішіп отыр, көзі ойлы. Анашым, ерте тұрдыңыз ба? Деді ол. Я, қызым, деді Айсұлу апай. Сенімен сөйлесетін бір нәрсе бар. Гүлнұр бірден алаңдап қалды. Анасының дауысы тым сабырлы еді. Әдетте дәл осындай тыныштықтың артында маңызды шешім тұратын. Мен ауылға барып қайтайын деп едім, деді Айсұлу апай. Біраз уақытқа. Неге? Деді Гүлнұр тез. Бізге көмегіңіз тиіп жүр ғой. Бала да сізге үйреніп қалған. Айсұлу апай қызының қолын ұстады. Жылы, бірақ нық. Кейде көмектесем деп жүріп, артық болып кетуде бар, деді ол. Сен өз шаңырағыңды өзің ұстап үйренуің керек, қызым. Бұл сөз Гүлнұрдың жүрегіне тиді. Ол бірден бәрін түсінбесе де, бір нәрсенің дұрыс емес екенін сезді. Бұл Нұрланға байланысты ма? Деп сұрады ол жай ғана. Айсұлу апай бір сәт үндемей қалды. Осы үнсіздік бәрінен де көп нәрсені айтты. Бұл бәрімізге байланысты, деді ол ақыры. Кейде адам алыстағанда ғана бірін-бірі қайта көреді. Гүлнұрдың көзіне жас келді. Мен сізді жіберім келмейді, деді ол. Мен кетіп бара жатқан жоқпын, деді Айсұлу апай. Мен тек тыныштыққа барып қайтамын. Осы кезде Нұрлан ас үйге кірді. Әңгіме үзіле қалды. Бірақ ауадағы ауырлықты ол бірден сезді. Не болып қалды? Деді ол. Анам ауылға кетем деп жатыр, деді Гүлнұр. Нұрлан Айсұлу апайға қарады. Көзінде таңданыс та, кінә да бар еді. Апа, деді ол. Бұл менің кесірімнен болса? Жоқ, балам, деді Айсұлу апай. Бұл менің шешімім. Ол осы сөзді анық айтты. Өйткені дәл қазір әлсіздік көрсетуге болмайтын. Сендер бір-бірімен сөйлесіңдер, деді ол сөзін жалғап. Ашық. Үндемей жүріп, бәрін ішке жинау ең үлкен қателік. Нұрлан басын изеді. Бұл жолы шын ниетпен. Сол күні Айсұлу апай жолға дайындала бастады. Кішкентай сөмке ғана. Артық ештеңе алмады. Артық сөз де айтпады. Кешке немересін құшағына алып, ұзақ отырды. Баланың тыныс алғаны жүрегіне жылу берді. Мен дұрыс істеп жатырмын ба, деген сұрақ тағы да келді. Бірақ артынан бір ой келді. Мен ең алдымен анамын. Ал ана кейде өз жүрегін емес, баласының болашағын таңдайды. Түнде бәрі ұйықтаған соң Айсұлу апай терезе алдына барып тұрды.
Қала шамдары жанып тұр. Бірақ ол көз алдына ауылдың тыныш кешін елестетті. Ертең ол бұл үйден шығады. Ал бұл кету, қашу емес еді. Бұл бәрін сақтап қалуға жасалған соңғы ең ауыр қадам болатын. Айсұлу апай ауылға жеткенде күн жарқырап тұрды. Жұрт әдеттегідей жұмысына кірісіп кеткен. Ал кейбір көршілер үйлерінің алдында әңгіме айтып отыр. Оның келуін білу көп ұзамай ауылдағы қауесеттің ортасына айналды. Айсұлу апай келіпті екен, деді бір көрші еден жуып тұрғанда. Сол үйдегі жас әйелдің жағдайы қалай екен, деп қосты екіншісі сыбырлап. Айсұлу апай бұларды байқамағандай жүрді, бірақ әр сөз жүрегіне тимей қойған жоқ. Оның өмірі үнемі қарапайым болды, бірақ қазір әр қадамын жұрттың көзімен бағалап жатқандай сезінді. Таңғы шайдан соң ауылдың тыныштығы оған ерекше сезілді. Мұнда ешкім оны күйеу баласының жүріс-тұрысына байланысты бағаламайды. Мұнда тек өткенін білетін адамдар бар, бірақ олар да әдеттегідей өмір сүріп жатыр. Айсұлу апай ауылдағы дос апайына барды. Ол ұзақ жылдар бойы өмірлік тәжірибесін бөлісетін сенімді адам еді. Олар бір-бірімен отырып қысқа ғана сөйлесті. Дос апайы оның бетіне қарап, «Кейде адам өзінің орнын табу үшін алыстауы керек» деді. «Мен тек тыныштық іздеп келдім», деді Айсұлу апай. «Қаламыздағы үйде бәрі күрделі». «Ешкімді кінәлеме», деді дос апайы. «Кейде ең ауыр қадам бәрінен алыстау. Сол арқылы барлығы орнына келеді». Айсұлу апай осы сөздерді ішкі үнімен қайталады. Қаладағы үйде барлық нәрсе өзгеріп кеткен. Тыныштық жоқ, үнсіздік ауыр. Бірақ мұнда, ауылда, өмір баяу, адамдар қарапайым, және ешкім оны қадағаламайды. Сол түні Айсұлу апай терезеге қарап отырды. Ауа таза, жұлдыздар жарқырап тұр. Бірнеше сағат бойы ол ауылдың тыныштығын, табиғаттың сабырын сезінді. Бұл тыныштық оны қалпына келтіріп, жаңа күш берді. Ал қалада қалған Гүлнұр мен Нұрлан үшін үйдің іші өзгерді. Айсұлу апай кеткеннен кейін ауадағы ауырлық азайды, бірақ үнсіздік сақталды. Қыз бен күйеу арасындағы шекара әлі анық емес, бірақ олар өз сезімдерін қайтадан қарастыруға мәжбүр болды. Ауылдағы тыныш кеш Айсұлу апайға бір ғана нәрсені көрсетті. Кейде адам өз орнын табу үшін қашуы керек, бірақ жүрек қайтып оралуға дайын болуы тиіс. Айсұлу апай ауылда тыныштық тауып, өз оймен қалса да, қалалық үйдегі жағдайды ойынан шығара алмады. Сол арада Гүлнұрдың ішкі жан дүниесі де өзгере бастады. Бала ұйықтағанда Гүлнұр диванға отырып, ұзақ отырып қалды. Сол түні оның ойы өзімен өзі ғана болды. Ол Нұрланды қатты сүйетінін білетін, бірақ соңғы кездері араларындағы байланыс суып кеткенін де сезген. Көңілінің түбінде бір ауырлық бар еді, бірақ ол анасына айта алмады. «Нұрлан», деп сыбырлады ол өз-өзіне. «Біз бұлай болмауымыз керек еді». Гүлнұр соңғы бірнеше аптадағы жағдайларды еске түсірді. Нұрланның кейде алыстауы, кейде үнсіздігі, ал кейде өзімен сөйлескісі келмей тұрған сәттері. Барлығы оның ішкі жан азабын күшейтті. Ол түсінді, бұл тек тұрмыстық қиындық емес, олардың арасындағы шекара өзгерген. Біреудің көңілі жаралы, бірақ оны мойындауға қорқады. «Ана, мен» деп бастамақ болды да тоқтады. Анасына бәрін айтуға батылы жетпеді. «Жүрегімде ауырлық бар, бірақ оны білдіру оңай емес», деп ойлады ол ішінен. Сол кеште Гүлнұр үшін екі нәрсе анық болды. Біріншісі, Нұрланға деген махаббаты мен жауапкершілігін ештеңе өзгерте алмайды. Екіншісі, әке-шешесінің кеңесі мен тәжірибесі, әсіресе анасының, оның ішкі дағдарысын жеңілдететін жалғыз тірек. Гүлнұр өзіне уәде берді, бәрін ішке жинап, Нұрланмен сөйлескенге дейін сабырлы болады. Бірақ бұл сабыр ауыр жүктің үстіне жиналған тас сияқты. Әр сәт сайын ол салмақты сезіп, ішінен өзіне сұрақ қояды. «Мен шындықты айтуға дайынмын ба? Ал егер айтсам, бәрі қалай өзгереді?» Сол түні бала ұйықтап үй тынышталған соң, Гүлнұр терезеге қарап отырып, өз сезімдерін талдады. Айсұлу апайдың жоқтығы, Нұрланның өзгерген мінезі, оның ішіндегі ауырлық, бәрі бірігіп жүрегіне сызық тартқандай болды. Ол шындықты біледі, бірақ әлі үнсіз. Әлі бәрін ішке жинайды. Сондықтан да үйдегі атмосфера, тыныш, бірақ ауыр, сықырлап тұрған шындыққа толы болды. Келесі күні түстен кейін Гүлнұр баласын бауырында мектепке алып шықты. Үйде тек Айсұлу апай мен Нұрлан қалды. Үйдің тыныштығы ерекше ауыр сезілді.
Екеуі де бір-біріне қарады, бірақ сөз шығара алмады. Сол үнсіздік ең қатты дауылдан да қорқынышты еді. Нұрлан бір сәттен соң орнынан тұрып, Айсұлу апайға қарады, жүрегі дүрсілдеп тұр. Апа, мен, деді ол, бірақ сөзін жалғастыра алмай кетті. Айсұлу апай терең дем алды. Ол өзіне сенімді болуға тырысты. Балам, бәрін айт, сөзді іште сақтама. Мен кейде өзімді түсінбеймін, деді Нұрлан. Кейде ойларым, дұрыс емес нәрселерді ойлап кетеді. Айсұлу апай бір қадам алға шығып, оны бақылады. Оның көзінде ашық алаңдау бар, бірақ ешқайда қашпауға бел байлағандай. Сен менің күйеу баламсың, деді Айсұлу апай сабырлы дауыспен. Ал мен сенің енеңмін. Бұл шекара ешқашан бұзылмауы керек. Нұрлан басын изеді. Ұят, қорқыныш, өкініш, бәрі араласқан. Мен ешкімді ренжіткім келмейді, деді ол. Бірақ кейде ойлар өз бетімен кетеді. Айсұлу апай қолын оның иығына қойды. Бұл әрекет сөзі жоқ, бірақ бәрін айтты. Дұрыс. Ойдан әрекетке өтпеу, нағыз адамгершілік. Бәріміздің өзімізді ұстай білетініміз маңызды. Нұрлан терең дем алды. Бір сәт үнсіздік орнады. Екеуі де бір нәрсені сезді. Бұл әңгіме қысқа, бірақ өте маңызды. Енді бәрі дұрыс болады, деді Айсұлу апай ақырын. Бірақ сенің алдымен Гүлнұрмен сөйлесіп, бәрін ашық айтуың керек. Түсіндім апа, деді Нұрлан. Мен дайынмын. Сол сәтте есік сырғыды, Гүлнұр кірді, бала қолында. Үш адамдың арасы тыныш, бірақ ауада бұрынғыдай салмақ бар. Айсұлу апай ішкі сезімін білдірмей, жай ғана күлімсіреді. Бірақ оның ішкі үні, бәрі енді өзгермелі. Бұл тек бастамасы. Үш адамның үнсіздікпен сөйлесуі, шындықтың алғашқы сатысы ғана еді. Ал алдағы күндер шекараның қайда аяқталатынын анықтайтын болады. Сол түстен кейін Нұрлан бөлмесіне кіріп, терезе алдына тұрды. Қала шамдары жанып тұр, бірақ оның көңілі қараңғы. Көз алдында өткен күндер, Айсұлу апайдың айтқандары, Гүлнұрдың үнсіз күңкілеуі бір-бірімен араласып кетті. Мен дұрыс істеп жатырмын ба, деп ойлады ол. Әр әрекетім жауапкершілік, әр үнсіздік ұят. Бір сәтке ол өзінің ішкі күресін еске алды. Жастық шақтағы ойсыз әрекеттер, ата-анасының үмітін ақтамаған сәттер. Сол сәттер қазір Гүлнұр мен Айсұлу апайға қатысты сезімдермен қайтадан оралды. Мен бәрін дұрыс жасай аламын ба, деп сыбырлады ол өз-өзіне. Нұрлан шешімін нақтылады. Енді әрбір әрекетін ойлап, әр сөзін өлшеп айту керек. Бұл тек Гүлнұрға ғана емес, Айсұлу апайға дегенде құрметтің белгісі болатын. Сол күні кешке Гүлнұр оралды. Нұрлан оны қарсы алды. Баланың күлкісі екеуінің арасындағы қысымды азайтып, бір сәтке тыныштық сыйлады. Бірақ Нұрлан ішкі күресін тоқтатпай, өз сезімін бақылап отырды. Балаң қалай өтті, деді ол абайлап. Барлығы жақсы, деді Гүлнұр. Бірақ дауысы әдеттегідей емес, бір түрлі шындыққа толы еді. Нұрлан ішкі дағдарысын жеңуге тырысты. Бір кезде ол Гүлнұрға жақындады. Көзінде қаттылық та, уайым да бар еді. Біз сөйлесуіміз керек, деді ол. Адал, ашық. Бәрін жасырып жүріп, бәрімізге ауырлық тудыра береміз. Гүлнұр басын изеді. Ішкі шындықты мойындауға дайын емес, бірақ сөздің салмағын түсінді. Айсұлу апай бөлмесінде отырып, бәрін тыңдап отырды, үнсіз. Бірақ оның ішкі үні. Бәрі өз орнына келе бастады. Енді әрқайсысы өз жолын табуы керек. Сол кеште Нұрлан өзін жаңа бір деңгейде сезді. Жауапкершілік пен ұят арасындағы күрес тек бастама ғана еді. Ал алдағы күндер нақты әрекетке шақыратын кезең болатын. Түн. Үй іші тыныш. Бала ұйықтап қалған. Теледидар өшірулі. Ас үйде тек шамның жарығы ғана жанып тұр. Сол жарықта Гүлнұр мен Нұрлан бір-біріне қарсы отырды. Бұрын қанша рет бірге шай ішсе де, дәл осылай ауыр тыныштықта отырмаған еді. Айт, деді Гүлнұр бірінші болып. Даусы қатты емес, бірақ нық. Көптен бері ішімде не бар, айт. Нұрлан шай кесесін қолына алды да, қайта қойды. Қолының дірілін жасыра алмады. Мен сені ренжітіп жүргенімді білемін, деді ол. Бірақ неге екенін өзім де түсінбей қалдым. Түсінбей қалдым, жауап емес, деді Гүлнұр. Мен сенің әйеліңмін. Менің көзіме қарап айт. Нұрлан басын көтерді. Алғаш рет соңғы айларда шын мәнінде қарады. Сол сәтте Гүлнұр оның көзінен қорқынышты көрді. Ашықтықтан емес, шындықтан қорқу. Мен өзімді жоғалтып алдым, деді ол ақыры. Жұмыс, жауапкершілік. Бәрі бір-біріне араласып кетті. Ал сен үндемей қалдым. Гүлнұр жымиып күлді. Бірақ ол күлкі ауыр еді. Үндемедім, деді ол.
Өйткені сен тыңдамадың. Мен жыласам да, күлсем де, сен алыстап кеттің. Нұрлан үндемеді. Мен өзімді қажетсіз сезіндім, деді Гүлнұр, даусы дірілдеп. Әйел емес, жай ғана үйдің бір бөлшегі сияқты. Бұл сөз Нұрланға ауыр тиді. Мен саған опасыздық жасаған жоқпын, деді ол тез. Бірақ ойымда шатасу болды. Ой, ең қауіпті жер, деді Гүлнұр. Егер сол жерде шекара бұзылса, ол орнынан тұрып терезе алдына барды. Арқасымен тұрды. Даусы бұрынғыдан да анық шықты. Мен бәрін сездім, Нұрлан. Сенің суығанымды да, өзгергеніңді де. Тіпті анама деген көз қарасыңды да. Нұрлан селк ете қалды. Сен білдің бе? Әйел адам бәрін білет, деді Гүлнұр бұрылмай. Тек кейде шындықты айтуға қорқады. Ас үйде ауыр тыныштық орнады. Сол тыныштықта екеуінің де өмірі таразыға түскендей болды. Егер сен осы үйде қалғың келсе, деді Гүлнұр баяу, онда бәрі ашық болу керек. Жартылай шындық болмайды. Мен күйеуіме сенгім келеді. Бірақ көзімді жұмып емес. Нұрлан орнынан тұрды. Даусы бұрынғыдай емес, анық шықты. Мен сені жоғалтқышым келмейді, деді ол. Баланды да, бұл отбасыны да. Онда дәлелде, деді Гүлнұр. Сөзбен емес, таңдаумен. Сол сәтте бөлменің есігі сәл ашылды. Айсұлу апай үнсіз қарап тұр екен. Ол ештеңе айтпады. Тек көзқарасы бәрін жеткізді. Енді бәрі сендердің қолдарымда. Бұл түн айқайсыз өтті. Бірақ дәл осы түннен кейін бұл үйде ештеңе бұрынғыдай болмайтыны анық еді. Өйткені шындық айтылды. Ал шындықтан кейін тек екі жол болады. Не бәрі бұзылады, не бәрі қайта құрылады. Таң ерте атты. Үй әлі ұйқыда. Бірақ Айсұлу апай ояу еді. Ол бұл түнді ұмытпайтынын білді. Кеше айтылған сөздер, айтылмаған сезімдер. Бәрі жүрегінде салмақ болып тұр. Ол жаймен тұрып сөмкесін қайта бір тексерді. Артық ештеңе салмады. Бұл кету көшіп кету емес. Бірақ жүрекке ауыр қоштасу еді. Ас үйге шыққанда Гүлнұр жалғыз отыр екен. Көздері қызарып кеткен. Ұйықтамағаны көрініп тұр. Анашым, деді ол орнынан тұрып. Тағы да ойланбайсыз ба? Айсұлу апай қызын құшағына алды. Ұзақ. Ана мен қыздың арасындағы үнсіздік бәрінен де көп нәрсе айтты. Қызым, деді ол ақырын. Кейде кету қашу емес. Бұл сақтап қалудың жолы. Гүлнұрдың көзінен жас сорғалады. Мен сізсіз қорқамын, деді ол. Ал мен сенің өзіне сенгеніңді қалаймын, деді Айсұлу апай. Сен әлсіз емессің. Тек өз даусынды ұмыттым. Сол сәтте Нұрлан да шықты. Ол үнсіз тұрды. Бұл жолы ақталмады. Тек шын ниетпен сөйледі. Апа, деді ол. Мен сізге ауыртпалық салдым. Кешіріңіз. Айсұлу апай оның жүзіне ұзақ қарады. Көзінде ашу жоқ еді. Тек шаршаған даналық бар. Кешірім сөзбен емес, іспен дәлелденеді, балам, деді ол. Қызымды қорға. Баламды қорға. Сонда бәрі өз орнына келеді. Нұрлан басын изеді. Бұл бос уәде емес екенін ол іштей сезді. Немересін Айсұлу апай соңғы рет құшағына алды. Бала оның иығына басын қойып, тыныш қана жатты. Мен қайтып келем, деді ол сыбырлап. Бірақ бәрі дұрыс болғанда. Есік жабылды. Гүлнұр босағада ұзақ тұрды. Үй бірден босап қалғандай болды. Бірақ сол бостықтың ішінде бір жаңа күш барын ол сезді. Нұрлан терезеден қарап тұрды. Анадай кету айқайсыз. Даусыз оның жанына қатты тиді. Бұл кету оған соңғы ескерту сияқты көрінді. Үйде енді 3 адам емес, 2 адам және бір шындық қалды. Ал Айсұлу апай автобусқа отырып бара жатып, көз жасын көрсетпеді. Терезеден жолға қарап, ішінен ғана сыбырлады. Енді сендер өз таңдауларыңды жасайсыңдар. Айсұлу апай кеткеннен кейін үйдің іші тым тыныш болып қалды. Бұл тыныштық бұрынғыдай емес, жылыда емес, қорқымышты да емес. Ол шешім күтіп тұрған тыныштық еді. Гүлнұр таңертең баласын оятып, әдеттегідей асын берді. Бірақ бәрін автоматты түрде істеп жүргендей. Ойы басқа жақта. Айсұлу апайдың жоқтығы дәл қазір ғана сезілді. Ас үйде артық орын қалғандай, біреу үндемей қарап тұрғандай. Нұрлан да өзгерген. Ол бұрынғыдай үнсіз қашпайды, керісінше, кімсақ. Әр сөзіне, әр қимылына мән береді.
Бірақ бұл сақтықтың артында қорқыныш бар еді. Кешке бала ұйықтаған соң екеуі тағы да ас үйде қалды. Бұл жолы қашып құтылу жоқ екенін екеуі де түсінді. Біз осылай жүре алмаймыз, деді Гүлнұр бірінші болып. Анам кеткеннен кейін бәрі анық көрініп тұр. Нұрлан басын изеді. Иә, деді ол. Мен де соны ойлап жүрмін. Мен сенің ниетіне емес, деді Гүлнұр сабырмен. Сенің таңдауына қараймын. Ниет көрінбейді, ал таңдау күнде жасалады. Бұл сөз Нұрланға ауыр тиді, бірақ ол қарсыласқан жоқ. Мен қателестім, деді ол. Тек оймен болса да, үнсіздікпен болса да. Мен сені жалғыз қалдырдым. Гүлнұр оның көзіне тік қарады. Мен кешіре аламын, деді ол. Бірақ ұмыта алмаймын. Сондықтан бір ғана шарт бар. Нұрлан селк ете қалды. Қандай, деді ол. Егер сен тағы да өзімнен қашсаң, деді Гүлнұр анық, мен де бұл некеден кетемін. Айқайсыз, даудамайсыз. Бірақ қайтып келмеймін. Ас үйде ауыр тыныштық орнады. Бұл ультиматум емес, шек еді. Нұрлан орнынан тұрып терезеге барды. Сыртта қала шамдары жанып тұр. Сол шамдардың астында мұндаған отбасы дәл осылай өз шегіне келген шығар. Мен отбасымды сақтағым келеді, деді ол ақыры. Бірақ бұрынғыдай емес, жауапкершілікпен. Онда дәл қазірден баста, деді Гүлнұр. Ертеңмен емес, уәдемен емес. Бұл түні олар бір төсекте жатты. Бірақ әрқайсысы өз ойымен. Араларында қашықтық бар еді. Сол қашықтық әлі жабылмаған жараның белгісі. Ал ауылда Айсұлу апай таң намазынан кейін аулаға шығып отырды. Құстардың дауысы, таза ауа. Ол алыстан болса да бір нәрсені сезді. Енді бәрі шешуші кезеңге жетті. Енді бәрі олардың өз қолында, деп ойлады ол. Мен қолдан келгенін жасадым. Бұл бөлімде бір нәрсе анық болды. Бұл енді жай дағдарыс емес, бұл шек. Ал шектен кейін адам не өседі, не жоғалады. Уақыт баяу жылжыды. Бір апта өтті. Бұл бір апта айқайсыз, бірақ ішкі күреске толы күндер еді. Әрқайсысы өзімен өзі қалды. Бірақ енді қашпады. Нұрлан таңертең ертерек тұратын болды. Бұрынғыдай үнсіз кетпейді. Балаға өзі тамақ береді. Гүлнұрға ұсақ түйекке дейін көмектеседі. Бірақ ең маңыздысы, ол тынбай бастады. Гүлнұр алғашында сенбеді. Әр әрекетті сынап отырды. Бұл уақытша ма? Әлде шын өзгеріс пе? Бірақ күн сайынғы ұсақ таңдау, үйге ертерек келу, телефонды шетке қою, шашадым деп қашпау, оның ішінде бір үміт оятты. Бір кеште олар бірге баланы ұйықтатты. Бұрын бұл жай ғана міндет еді. Қазір бірлескен іс. Біз осылайда бола алатын едік қой, деді Гүлнұр баяу. Нұрлан басын изеді. Мен бұрын жауапкершілікті үнсіздікпен шатастырыппын, деді ол. Ал шын жауапкершілік қасында болу екен. Бұл сөздер шалған емес еді. Ол мұны жүрегімен түсінген. Ал ауылда Айсұлу апайда өз сабағын алып жатты. Ол өзіне алғаш рет өмір бойы тек ана емес, әйел болғанын мойындады. Айнаға қарап тұрып, өткенге емес, бүгінге қарауды үйренді. Мен кінәлі емеспін, деді ол өзіне. Мен тек адаммын. Бұл ой оған жеңілдік әкелді. Ол ауылдағы қыз-келіншектермен отырып әңгіме айтты. Біреудің тағдыры өзінікінен де ауыр екенін көріп, өмірдің әділетсіздігіне емес, сабағына назар аударды. Ал Гүлнұр мен Нұрлан бір кеште ұзақ сөйлесті. Айыпсыз, ақталусыз. Егер сен сол кезде шындықты айтқанда, деді Гүлнұр, бәлкім анам кетпес еді. Иә, деді Нұрлан. Бірақ сол кету мені оятты. Олар алғаш рет бір нәрсені түсінді. Кейде адамды өзгерту үшін ауыр нәрсе болу керек. Жай сөз жетпейді. Сол түні Гүлнұр анасына хабарлама жазды. Ұзақ емес. Анашым, біз тырысып жатырмыз. Мен күштіретпін. Сізді жақсы көремін. Айсұлу апай сол хабарламаны оқып, көз жасын жасырмады. Бұл өкініштің емес, сабырдың жасы еді. Бұл бөлімде әр кейіпкер бір шындықты қабылдады. Нұрлан жауапкершіліктен қашу әлсіздік екенін. Гүлнұр өзін жоғалтпай сүю керек екенін. Айсұлу апай бәрін көтеру міндет емес екенін. Ал енді бір ғана сұрақ қалды. Осы сабақтар өмірді өзгертуге жете ме? Күздің салқын таңы еді. Қалада жапырақтар сарғайып, ауада бір өзгеше тыныштық сезілетін. Гүлнұр терезені ашып терең дем алды. Соңғы күндері алғаш рет кеудесі жеңілдегендей болды. Нұрлан ас үйде баласына ботқа жасап жүр. Қимылдары сенімді. Бұл рөл үшін емес, шын ниеттен туған әдет еді. Гүлнұр соны алыстан бақылап тұрып ішінен. Мүмкін, бәрі шынымен өзгеріп жатқан шығар, деп ойлады. Телефон шыр етті. Экранда апа деген жазу.
Гүлнұр бір сәтке кідіріп қалды. Жүрегі дүрсілдеп кетті. Анашым, деді ол ақырын. Қызым, деді Айсұлу апайдың дауысы сабырлы, бірақ жылы. Мен сендерді сағындым. Келсем қалай болады? Бұл сұрақ рұқсат сұрау емес, жағдайды тексеру еді. Гүлнұр көзін Нұрланға аударды. Ол бәрін түсінді. Үндемей басын изеді. Келіңіз анашым, деді Гүлнұр. Біз дайынбыз. Келесі күні кешке есік қоңырауы соғылды. Үй бұрынғыдай емес, жинақы, тыныш. Бірақ ең бастысы шынайы еді. Айсұлу апай табалдырықтан аттағанда бірден өзгерісті сезді. Айқай жоқ, асығыстық жоқ. Тек бір-біріне мән беретін адамдардың тынысы. Нұрлан бірінші болып амандасты. Қош келдіңіз апа, деді ол. Дауысы нық. Көзінде жасырын ештеңе жоқ. Айсұлу апай оның жүзіне ұзақ қарады. Сол қараста сынау да бар, үміт те бар. Көрейік балам, деді ол жай ғана. Кешкі ас бірге ішілді. Ұсақ әңгіме, баланың күлкісі. Бірақ әр сөздің астында бір үлкен мағына жатты. Біз енді басқамыз. Бір кезде Айсұлу апай Гүлнұрды ас үйге шақырды. Қызым, деді ол сыбырлап, сен өзгеріпсің. Мен өзімді таптым анашым, деді Гүлнұр. Енді жоғалтпаймын. Ал Нұрлан баласын иықтатып жатып, ішінен бір ғана ойды қайталады. Бұл екінші мүмкіндік. Соңғы емес. Бірақ ең маңыздысы. Түнде үшеуі шай үстінде отырды. Бұрын бұл сәт мүмкін емес көрінетін. Мен мұнда тек қонақпын, деді Айсұлу апай. Бірақ сендерге сеніп келдім. Біз соған лайық болуға тырысамыз, деді Гүлнұр. Нұрлан үндемей басын изеді. Бұл оралу, бұрынғыны қайтару емес еді. Бұл жаңадан бастау болатын. Ал алда соңғы бір сынақ барын ешқайсысы білмеді. Өйткені өмір өзгергенді тексермей қоймайды. Қала тағы бір таңды қарсы алды. Бұл таң бұрынғылардан өзгеше еді. Үйдің іші ояу, бірақ асығыс емес. Әркім өз орнында, әркім өз рөлін біледі. Айсұлу апай ерте тұрып ас үйге шықты. Терезеден түскен жарық оның жүзіндегі әжімдерді жасырмайда, ауырлатпайда көрсетті. Бұл әжімдер өткен өмірдің емес, өткерілген сабақтың ізі еді. Гүлнұр баласын балабақшаға дайындап жүр. Қозғалысы сенімді, дауысы анық. Ол енді өзіне сенетін әйел еді. Нұрлан киініп жатып айнаға қарады. Бұрын айнадан қашатын, қазір тоқтайды. Өйткені қашатын ештеңе қалмағандай. Таңғы ас кезінде Айсұлу апай кенет сөз бастады. Мен бір шешім қабылдадым, деді ол. Үй іші тына қалды. Мен сендермен қалмаймын, деді ол сабырмен. Бірақ бұл кету бұрынғыдай емес. Гүлнұр селк ете қалды. Анашым? Қорықпа, деді Айсұлу апай күлімсіреп. Мен кетіп бара жатқан жоқпын. Мен өз өміріме қайта оралып жатырмын. Нұрлан басын төмен салды. Бұл сөзін салмағын түсінді. Сендер енді өз отбастарыңсыңдар, деді Айсұлу апай. Менің мұнда қалуым сендерді әлсіз қылады. Ал мен сендерді мықты болғандарыңды көргім келеді. Гүлнұр көз жасын тыя алмады. Бірақ бұл жылау қорқыныштан емес еді. Сіз бізді тастап кетіп жатқан жоқсыз ғой, деді ол. Жоқ, деді Айсұлу апай. Мен сендерді сеніммен қалдырып бара жатырмын. Ол Нұрланға бұрылды. Балам, деді ол. Мен сенен бір ғана нәрсе сұраймын. Өткенді ұмытпа. Бірақ онда өмір сүрме. Мен түсіндім апа, деді Нұрлан. Дауысы дірілдеді. Мен бұл сабақты өмір бойы ұмытпаймын. Айсұлу апай немересін құшағына алды. Сенің әкем өзгерді, деді ол сыбырлап. Енді сен де соны көріп өсесің. Сол күні Айсұлу апай өз үйіне қайтайтып кетті. Бұл жолы артынан ауыр үнсіздік қалмады. Керісінше, сенім қалды. Кешке Гүлнұр мен Нұрлан балконда отырды. Қала шамдары жанып тұр. Біз шектен өттік, деді Гүлнұр. Бірақ қайтып келе алдық. Иә, деді Нұрлан. Себебі біріміз қашпадық. Олар қол ұстасты. Бұл қол ұстасу сезімнің емес, таңдаудың белгісі еді. Өмір мінсіз болып кеткен жоқ. Бірақ шын болды. Ал шындық бар жерде үміт бар. Егер бұл әңгіме сіздің жүрегіңізге жетсе, егер өз үйіңізден, өз өміріңізден бір үзік көргендей болсаңыз, онда пікірге ойыңызбен бөлісіп етіңіз. Өйткені әр ене бір кездері келін болды. Әр келін ертең біреудің енесі болады. Бұл әңгіме сізге ой салса, арнаға тіркеліп қойыңыз. Алда бұдан да шынайы, жанға жақын оқиғалар бар.